Ал құрметті көрермен, бүгін бізде ерекше сұхбат, ерекше тұлғамен сұхбат. Олимпиада чемпионы Елдос Сметовтың алғашқы бапкері Ахмет Жұмағұл. Бүгін осы кісіден сұхбат аламыз. Ахмет ағай, қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай? Қалай жүріп жатырсыздар? Жақсы, міне жас балалармен жұмыс істеп жатырмыз қазір. Еңбектеніп жатырмыз. Ең бірінші өзіңіздің мансапшылығыңызды айта кетіңізші. Қандай жетістіктерге жеттіңіз? Қай жылдан бері спорттасыз жалпы? 1968 жылы бастағанмын. Қызылорда облысында сояқта туып өскеннен кейін, сояқта бастап, 2 жылдан кейін басқа қалада Семейде болдым. Күрес іздеп сояққа кеткенмін. Сосын Алматыға су жетіп сояқта қалғанмын. Одан кейін мынау 78-де осы Тараз өңіріне келдім. Жамбыл облысы ғой өзде. Шақырумен келгенмін. Содан осы жерде қалдық қой. Балалармен жұмыс істедік, өзім күрестім. Қазақстанды ұтып алғанбыз. Одан кейін Полтавада чемпионат союз болды. Студенттердің арасында. Ол союзды 2 рет ұтып алғам. 83-те. 83 жылы. Өзім тренер болып жүрген кезім. Соданға әрі қарай күресе бердік қой. Қазақстанды ұттық, международный турнирлерді ұттық, айту, сөйтіп жүріп. Сосын көбінесе бапкерлікпен жұмыс істеп кеттім. Қай жылдан бері бапкерлікпен айналысыз? 80 жылдан бері. 80 жылдан бері. Енді өмір бойы өзіңізді спортқа арнап келе жатырсыз. Зейнетке шыққаныңызға да 10 жылдан асты. Әлі күнге дейін балаларды спортқа баулып келе жатырсыз. Енді шаршамауыңыздың сыры неде өзі? Енді мынау өзімнің сүйікті жұмысым болғаннан кейін, даже 32-ге де шықпай өзім жұмыс істей беремін. Өзім жақсы көргеннен кейін, балалар чемпион болып жатқаннан кейін қуанып әрі қарай істей бересің. Осы мына жас балалармен істеген жақсы да өте қызық. Чемпион болғаннан кейін олар қуанады, мен қуанамын. Сондай чемпион болып жатқаннан кейін балаларды жыл сайын шығара береміз. Жыл сайын шығып тұрады чемпиондар. Өзімнің ісімді жақсы көргеннен кейін сол жетістікке жетіп атқан соның мәртебесі шығар деймін, сол шаршамауым себебі де сол. Өзіңіздің бір сөзіңіз бар, чемпиондар толқыны болады деген. Кейбір жылдары сондай чемпиондар осы спорт жолдан көп шығады деп. Соңғы толқын қашан шықты осы? Қазіргі өзіңіз тәрбиелеген балалардың жетістікке жетіп жатқандары бойынша айтып өтсеңіз, қандай чемпиондар бар? Қазіргі шәкірттеріңіз бойынша. Қазірде қарап отырсақ, аз емес бала. Жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Бұрын анау Елдосқа дейінгі балалар болды. Олар енді жастар 50-ден асып кетті. Елдостың қасындағы жеке бапкері Ғалымжан Жылгелдиев. Ол да кішкентайынан қатысқан. Ол енді Қазақстанды 10 рет ұтып, Азияны 3 рет ұтып, одан кейін Кубок мирді ұтып алған. Мінекей сондай нәтиже жүрген бала, кейін жеке бапкері қалып өзім қосқанмын Елдостың қасына. Одан кейін де балаларымыз жастар арасында Қазақстан чемпионы Еспергенов Жанәділ болды. Енді көбісін ұмытып қалам кейде. Құрманбеков Ержан самый техничный бала болған. Елдос шыға бастады, бірақ оны емес, одан бұрын Қазақстандарды ұтып жүрген бала ғой кішкентай кезінде. Сосын 2010-да мирға барды. Азияны ұтып алғаннан кейін мирға барып, 2010-да ең тұңғыш Қазақтан шыққан бала Елдос болды, мирді ұтып алды жастар арасында. Онан кейін барып, үлкен жастардың бәрін ұтып алып жүрді. Жеткен жетістік енді осы. Қазіргі уақытта да жетістікке жетіп атқан шәкірттеріңіз бар, жас шәкірттер. Бар, жастар бар. Сол бойынша жас қазіргі шығып жатқан палуандар жайлы айтып өтіңізші. Өзіңіз қолыңызбен баптаған. Тоже мына Елдос сияқты 5 жасынан баптаған Мұхым Расул деген бала болды. Қазір 81 килограмм күреседі. Қазақстанды ұтып алған бірнеше рет. Жасөспірімдерде жас кадеттер арасында кеше Азияны ұтып алды. Енді Перу республикасында чемпионат мирға қатысады, құда қаласа. Осы айдың аяғында қазір сборда жүр. Соған сәйкес тағы артынан еріп келе жатқан балалар бар. 2011, 2010, 2012, 13-тер бар. Еще қыздарымызда болайын деп жатыр. Ол балаларда жеңістікке жетеді деп ойлаймын. Өйткені Қазақстанда қазір көзге түсіп жатқан балалар солар. Осы кішкентай балалардың арасында.
шығады енді құда қаласа. Жалпы жыл сайын балалар көбейіп жатыр дедік қой. Жалпы бұған дейін қанша шәкірт тәрбиеледіңіз? Бұлай білмеймін, негізі 3000 ба 4000-дай адамдай болады. Өте көп келеді. Келіп жатыр, оқуға кетіп қалатыны бар, көшіп кететіні бар. Әйтеуір басқа қалаға көшіп кетіп, ояқта жаныма жетті, ояқтан чемпион болып жатқан балалар да, қыздар да бар. Мысалға, енді мынау Елдос олимпиада болғаннан кейін, бұның алдында 2 рет жүлдегер болғаннан кейін, осы әлі тоқтаған жоқ. Елдостың атынан кейін бәрі келіп жатыр. Енді солардың арасынан шығатын ұлдар да, қыздар да болайын деп тұр енді. Болады, құда қаласа. Жалпы қарап отырсақ, шәкірттердің сізге деген ықыласы ерекше. Өзіңіздің бір методикаңыз бар шығар, педагогтық, ұстаздық деген секілді. Өзіңіздің шәкірт тәрбиелеуде, шәкіртті спортқа баулуда қандай жалпы ұстанымдасыз? Балаларды мен қызықтырам. Акробатикамен ойнатам, приемдарды көрсетіп, жылдамдыққа жасатып, одан кейін оларды мақтайым. Сен чемпион боласың, сен мықтысың, мына әдемі істейсің мына приемдарды. Сен осыны жалғастыра берсең, сенен көрген анау артында еріп келе жатқан інілерің істейді. Сондай, сен мықтысың деп өзім мақтап қоямын. Мақтағанды кім жек көрсін, содан кейін балалар өсе береді әрі қарай. Бәрі жақсы көреді. Онан кейін өзіміз суға түсуге, бассейнге, былай природаға шығып тұрамыз қалаға. Неге? Сондай қызық. Туған күнде бірге боламыз мысалға. Балалардың, кішкентай балалармен бірге. Сол қызық сондаймен. Олар да қызығады. Қошқар болар қозының маңдай алды дөң болар дейді. Өзіңіз енді мынау Елдосты 5 жасынан бастап тәрбиеледіңіз. Жалпы чемпион болар баланың қандай белгілері болады? Жалпы Елдос секілді бірнеше чемпион тәрбиеледіңіз ғой. Олардың қандай ерекше белгілері болды? Қазіргі уақытта өзіңіз тәрбиелеп отырған ортада сондай белгілер байқала ма балаларда? Байқалады. Елдос ол келген кезде қолдайыққа тұрмайтын, өте жылдамдықпен жүретін бала. Айтқанды екі етпейді. Онан кейін ол өжет, жаңағы айтқаннан қатпайтын. Бір жеңілсе, ана жеңбей қоймайтындай. Өзімен күресетін. Сондықтан анау тренировка жасағанда байқалады кейбір кезде. Одан кейін жарыста, 1-2 жарысты көрген кезде байқалады. Жаңағы күресіне. Осы бала болады ау деп. Сондай балалардан бір 10 шақты бала бар. Шерәлі деген баламыз бар, 2015. Бірақ ол өзінен үлкендерді жеңе береді. Жеңіп жүрген бала. Осындай балалардан Байжан деген балаларымыз бар. Көп мына жерде балалар. Сол Елдос сияқты ағасына тартқан балалар. Өте шустыры келеді. Жылдамдығы, айтқанды екі етпейді. Сосын шаршау дегенді білмейді. Сондай жағдаймен жүрген балалармен белгілі. Енді Елдостың олимпиададағы көрсеткіштеріне оралайықшы. Өзіңіз күресін көрдіңіз бе? Күресін көрдім. Кімдер, қай қарсыластарды өзіңіз қауіпті деп санадыңыз жалпы? Қауіпті мынамыз. Ешкіменде көп адамдар сенген жоқ қой, қартайып қалды деді Елдосты. Көп адамдар сыни пікірлерде жазып жатты. Өзіңіз қалай қарадыңыз? Бірінші нөмірде жүрген Тайпидің жігіті, енді аттарын қазір фамилиясын ұмытып қала берем. Сосын ана испанец жігіт жаңағы. Ол да әлем чемпионы жаңадан шыққан. Одан кейін жаңағы Япон Нагаяма. Солар, сосын Корейстен жаңа тағы бір жігіт бар, ұмытып қалдым соны. Солар қауіпті деді. Ең подгруппасының күштісі Елдоста болды. Қалғандары әшейін бұлай-бұлай. Соның арасынан өткен балаларды айтам да, Елдостың. Елдос өзі әне жерден қатты дұқ алды ма, күрескенде дейді, ішіндегі ең здоровый мен сияқты бұл жүрмін дейді. Ұстасам болды, бәрін бұлай-бұлай айналып кетіп жатыр дейді. Соған байланысты мен ойлап едім, сол болады дедім. Мен 1-2 схватканы жеңгеннен кейін осы чемпион болады деп өзім сендім. Өйткені ананың Елдостың осы жай барақат, бұрынғы жас кезегінде қалай болса солай кіре бермей, байыппен күрескен көрдім да, болатынын білдім. Соған байланысты ана балаларды жеңіп кеткеніне мен таң қалмадым енді. Таң қалмадым. Енді Елдосты ел зор қошеметпен күтіп алды. Тұрар Рысқұловқа барған кезде өзіңізді көрдік. Өзіңізге сол жерде ел құрметімен бірге көлік табыс етті. Қандай сезімде болдыңыз? Жалпы жылдар бойғы еңбегіңіздің ақталғанын сонда сездіңіз бе?
конечно сездім мен. Енді тренердің ең жұмысы баланы чемпион қылу. Чемпион болғаннан кейін енді оның мәртебесін, жаңағы рахметін, соны көру. Мысалға, енді сезімде айтарлықтай енді қатты қуанышта жүрміз. Бүкіл ел өздері алғандай болды. Бәрі қуанып жатыр, бүкіл халықтың бәрі қуанып жатыр. Қандай керемет, мына оқушысы сондай көлік жаңағы подарок етіп жатыр. Рахметін айтып жатыр мінекей. Менің кішкентай кезімнен осылай мені шығарып, осы спорт қылып шығарғанына деп маған рахметін айтып жатыр. Енді көңіл толатын нәрсе, өте көңіл толатын. Еңбегімнің ақталған деп ойлаймын өзім. Өте керемет жаңағы. Өзі Елдос сол Луговойда туғаннан кейін, соның ауылында бір бөлімшесінде Жалпақсаз деген ауылда туылған. Ел, халық айдаладан күтіп алды барғанша. Қандай қошемет, керемет енді. Елдосқа да рахмет айтам, халыққа да рахмет айтам. Елдостың өзі сізді атам деп атайды ғой? Ата дейтін себебі Ғалымжан қазір жеке бапкер ғой. Оны ағай дейді. Енді мен қалай ол? Ағайының ағай болып жүргеннен кейін мен ағай деп айта алмайды, ата деп айтады сондықтан. Бәрі жақсы, нормально. Айтқанымды орындайды. Жарысқа бара жатқанда батасын сұрайды. Мен ата кетіп бара жатырмын, маған батаңызды бер дейді. Сөйтіп тұрамыз өзіміз. Келіп сәлемін беріп тұрады. Жақсы, ешқандай несі жоқ. Енді жалпы қазақ спортына келейікші. Қазір жалпы спортшыларды дінге еріп кетті деп айтып жатқандар көп. Оны сақалымен, одан қалды діни әңгімелерді көп айтумен дәлелдеп жатыр. Бұған жалпы қаншалықты дұрыс бұл? Бұған қандай пікірдесіз өзіңіз? Жоқ, дінге деген сөз діннің ішіне кіріп кеткен жоқ. Просто екі адам ол да намаз оқиды мысалға. Екінің бірі намаз оқып жатыр. Алладан сұрайды менікі, Алладан тілейді мысалға. Ал енді дін ішіне кіріп анандай экстремист сияқты ондай емес. Елдердің көбісі әйтеуір сыртынан бірдеңе болса бір жаман сөз айтып қалу ғой деймін. Мен дұрыс қараймын дінге. Алла деп жүретін адам ғой, бәрін біз де сөйтеміз. Құдай Алла тағала жолыңды берсін деп айтамыз мінекей. Қолдасын деп айтамыз. Онда тұрған ештеңе жоқ, жақсы. Мен дұрыс қараймын негізі. Өзіңіз енді елге белгілі бапкерсіз, қазіргі жаттықтырушылардан әлдеқайда тәжірибеңіз мол. Соңғы кездері өзіңіздей мықты бапкерлердің тасада қалып қоятыны жөнінде жиі айтылып жүр. Мысалы, Олимпиада кезінде Тунистегі жас бапкер туралы да айтылды. Одан басқа Тұрсынғали Еділов өзіңіз білесіз, өз үйінде қазір балаларды баптап жүр. Енді сізге дзюдо федерациясынан хабарласып, ақыл кеңесіңізді сұрап тұрамын біз? Енді семинар болғанда сұрайды. Онан кейін осы Қазақстандағы кейбір спортшылар, мысалға Алматыдан жыл сайын келіп бізге араласып тренировка жасайды. 10 күндік тренировка постоянно келіп тұрады өзі. Олар көп рахметін айтады. Сосын жарысқа барған сайын біз сіздің тренировкаңызға барсақ бола ма дейді. Есік ашық келіңдер деймін. Түркістаннан, Шымкенттен сұрап жатырмын. Келеді, бір апта тренировка жасап сұрайды, айтады. Одан кейін Атыраудан бір тренер бар, ұмытып қалдым. Ол Асылбек деген. Ол постоянно сұрап тұрады. Білген ақылымызды айта береміз. Енді қандай жоспарларыңыз бар алдағы уақытта? Чемпион шығару керек, олимпийский чемпиондар шығару керек. Оны шығаратын балалар бар ішінде. Тәрбиелейміз осындай. Елдостың асып түсетінде балалар бар мінекей. Сол балалармен жүрген сайын адамның көңілі көтеріледі. Біздің енді жас сияқты болып жүргенімізде сол шығар енді. Балалармен ойнаймыз, күлеміз. Жаңағыдай чемпион болып жатса, олар қуанады, біз қуанамыз. Ата-ана келіп қуанып рахметін айтып мінекей сөйтіп жатады. Құда қаласа бұл балалардан да шығады. Бака құлап қалмайынша істей берем ғой. Енді айта алмаған сөздеріңіз бар шығар. Өзіңіз енді күнде жаттығу залында жүрсіз, түйген ойларыңыз бар шығар. Не айтасыз? Бүгін мынау қазақ халқына ана кезде Елдосты бәрін қошеметтеп жатыр ғой. Ел сыйлаған, мінекей елдің бәрі қуанып, жылап тұрып, жаңағы тілеуін тілеп атқан. Осы мен халқыма, қазақ халқына рахметімді айтамын. Халық біткеннің бәрі әйтеуір Елдостай біздің батырымыз дейді. Батыр деп айтылады мінекей.
қошеметтеп, құрметтеп, қуанып бәрі. Қуанбаған ел жоқ мінекей. Рахмет айтам бүкіл халыққа, басшыларға, облысқа да, басқа елдерге де мүмкін. Рахмет айтам. Көп рахмет, сұхбат беріп, өнегелі әңгімелеріңізді айттыңыз. Алғыс айтамыз сізге. Әрқашан еліміздің көк байрағын желбірететін спортшыларымыз көп болсын. Оның бірқатары өзіміздің залдан, сіздің залыңыздан шыға берсін. Ал құрметті көрермен, бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Қош аман, сау болыңыздар. Қош аман болыңыздар, сау болыңыздар.